Сәлем достар! Бүгін бұл видеода мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Бүгін бұл видеода мен сіздерге Зейнеп Ахметова апамыздың «Күретамыр» атты кітабы жайлы айтамын. Егер де сізге Зейнеп апамыздың айтып кеткен ұлағатты сөздері, біздің салт дәстүріміз қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Баршаңызды осы келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Алла разылығы үшін ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сонымен Зейнеп Ахметова Ұлы Отан соғысының батыры, ардагері Бауыржан Момышұлының жалғыз келіні екенін өте жақсы білетін шығарсыздар. Ол кісі жазушы, сондай-ақ Бауыржан Момышұлы атамыздың нақыл сөздерін жас ұрпаққа жеткізуші, баяндаушы деуге де болады. Осы кітапқа дейін ол кісі Шуақты күндер, сондай-ақ Бабалар аманаты деген кітаптарды жарыққа шығарды. Шынымды айтсам, мен осы уақытқа дейін тек қана Шуақты күндерді ғана оқыдым. Бабалар аманатын өкінішке орай әлі оқыған жоқпын, сатып алған жоқпын. Бірақ осы Күретамырдан кейін Зейнеп Ахметова тағы да кітап шығаратыны жайлы айтып кетті. Сондықтан да келесі шығатын кітапты да тағатсыздана күтеміз. Бұл кітапта халқымыздың салт дәстүрі, әдет ғұрыптары, ырым тыйымдары жас ұрпаққа кеңінен өте әсерлі, жақсы суреттелген. Осы кітап арқылы бұрынғы жақсыны, қазіргі жаңаны ұштастырып, біріктіріп, ұлттық болмыстан айнымай, қазақы тәлім тәрбиенің мәнін ұғындырады. Осы кітапта құрсақ шашудан бастап баланың бір мүшелге толуына байланысты салт дәстүр, жөн жоралғылар кеңінен суреттелген. Күретамыр дегеніміз не? Күретамыр деп қанды жүректен дене мүшелеріне тасымалдап таситын ең ірі, маңызды қан тамырды айтады. Күретамырдың бітеліп қалмай қызметінің жақсы атқарылуы адамның қалыпты өмір сүруінің кепілі екен. Сол секілді әрбір халықтың жеке атауды иемленетін ең басты белгісі, яғни жүрегі тілі болса, сол тіл арқылы таралатын барша рухани құндылықтары ұлттық ұлт ретінде танытатын да, сақтайтын да күретамыры. Бұл жайлы Бауыржан Момышұлы керемет жазба қалдырған екен. Қай ұлттың болмасын ана тілі, ана дәстүрі, салт санасы сол халықтың өзіндік қадір қасиетін, жан дүниесін, тұрмыс тіршілігін көрсететін төл белгілері. Олар бүкіл бір халықтың өмір жолында ғасырлар бойы мысқалдап жинаған рухани қазынасы, ұрпақтан ұрпаққа қалдыратын ардақ мұрасы. Онсыз қара шаңырағы бар іргелі ел болып, бүтін ұлт болып қалу мүмкін емес. Ана тілі, ата дәстүр өзінен өзі жалғаспайды, немесе біреу сырттан келіп, сен үшін көсегеңді көгертіп, сақтап та бермейді. Халықтың өз бет бейнесінен айырылып не сақтап қалуы әрбір ұрпақ өкілінің өзінен кейінгі ізбасарларына бабалар аманатын қай сапада жеткізуіне байланысты деп 1973 жылы қарашаның 19-ында Бауыржан Момышұлы осындай керемет жазба қалдырған екен. Ал Зейнеп Ахметова сол бабалар жолын, аманатын, яғни атасының аманатын сақтап қалып, оны жас ұрпаққа жеткізу өзінің парыз деп санайды. Сондықтан да осы кітапта барынша мынау әдет ғұрыптарды, тиымдарды кеңінен аша түседі. Шынымды айтсам, бұл кітапта өзіме қатысты өте көп жаңа мәлімет, ақпарат жинадым десем болады. Және де бұл кітапты мен кез келген мынау жас анаға оқуға кеңес берер едім. Қыз тәрбиелеп отырсын, ұл тәрбиелеп отырсын, ол маңызды емес. Ең бастысы мынау құрсақ көтергеннен бастап қандай жөн жоралғыларымыз бар, қандай салт дәстүріміз бар, және де сол бала туылғаннан бастап оның
өсіруде, оған тәлім тәрбие беруде өте көп деген қазақи тәлім тәрбиелер осы кітапта кеңінен өрбітілген. Бұл жерде мен айта кететін және де осы уақытқа дейін мен естімеген жаңағы салт дәстүрлер бар екен. Солардың 2-3 түріне тоқталып кетейін. Біріншіден ол жарыс қазан. Жарыс қазан дегеніміз қазір ұмытылып жатқан салт дәстүрдің бірі деуге болады. Себебі қазір көбінесе енді мынау жас аналар перзентханада босанғандықтан көбісі бұл салтты біле бермеуі мүмкін. Алайда бұл жарыс қазан дегеніміз келін босанар сәтте бірнеше әйел қазан көтеріп, от жағып, тамақ әзірлеуге кіріседі екен. Яғни уақыт алып ұзақ пісетін ас таңдалмайды, керісінше тезірек даяр болатын жеңіл желпісін жасайды екен. Ондағы мақсат қазан қайнап ас піскенше бала дүние келсін, келін аман есен апы күпі тез босансын деп қазан мен толғақты жарыстырып тілек тілейді екен. Сөйтіп келіншек қол аяғын бауырына алып жеңілдегенде аста әзір болып, қуаныш дастархан жайылып, шілде тойдың алды басталып кетеді екен. Өте қызық салт дәстүр. Мен үшін енді осы уақытқа дейін шын айтсам, ондай апаларымнан, әжелерінен естіген емеспін. Екінші мен естімеген салт дәстүр ол қалжа. Қалжа бұл қазақ ғұрпында аса қадірлі әрі міндетті түрде орындалатын салттың бірі. Бірі емес, бірегей жаңа босанған әйелге бағыштап, оны ана болу құрметіне арнап, мал сойып, қалжа жегізу. Алдын ала жақсы бағылған еркек қойдың сорпасын ішкізіп, етін жегізуді бұрынғы ата-бабаларымыз қалжа жегізу деп атаған екен. Яғни бұл жерде айта кететін нәрсе өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Анаға қалжаның берілмеуі ер азамат үшін үлкен мін болумен бірге күнә саналған екен. Шынымды айтсам, бұл салт дәстүрді мен білмеген екен. Үшінші мен білмейтін салт дәстүр ол көген түп. Бұл әрине тағы да жаңағы жас балаға байланысты әдем салттың бірі деуге болады. Яғни қолға ұстап жарап қалған бөпесін көтеріп немесе аяғы шыққан баласын жетелеп бірінші рет қонаққа бару. Бұл жерде жаңағыдай ағайын туыс, дос жаран, жекжат барлығы шаңыраққа бірінші рет бала келген кезде, қонаққа келген кезде үйімізге алғаш келді, қадамы құт болсын деп көген түп атайды екен. Енді көген түп дегеніміз балаға берілетін қозы, лақ, бота, бұзау немесе құлын екен. Әрине бүгінгі күнде ондай әсіресе мынау қалада тұратындарға ол бір орындала қол жете бермейтін нәрсе әрине, бірақ енді мынау келген бала үйден құр шықпасын деген осы уақытқа дейін ырымды естігенмін. Бірақ оның жаңағыдай негізгі атауы көген түп деп айтылады екен. Бұл жерде енді сол малға қарап қалған ештеңе жоқ шығар, бірақ ырымдап жаңа үйге келген жас балаға міндетті түрде сыйлық беру ол шарт екен. Әрі қарай менің айтайын деп отқаным танабау деген салт дәстүр екен. Шынымды айтсам, бұл танабауды мен бірінші рет естідім. Танабау дегеніміз бұл бүлдіршін ата-анасымен ауылдан ұзап жолаушылап, бір жаққа қыдырып барып келгенде, үйіне қайтып келген кезде жолы болып жүрсін, алдынан жақсы адамдар кездесін, барған жерінде ашылатын есік көп болсын деп бата тілек айтып танабау қадайды екен. Сондай-ақ жаңағыдай сол үйдің ұлы немесе қызы өсіп жаңағыдай әке шешесіне көмектесетіндей жағдайға жеткен кезде оған жаңағыдай сүйсініп, мынау ағайын туыстары немесе көрші қолаң деп жатамыз ғой, солар сүйсініп, мынау ұл қызың
жаңағыдай жарап қалыпты ғой, қолғанат болып қалыпты ғой деп мақтап, сол жаңағы қыздың немесе баланың омырауына түйме, маржан немесе басқа да кез келген асыл тастардан танабау тағады екен. Сондай-ақ бұл танабауды бір ауыл атынан бір адам сайланып келіп, сол жаңағыдай танабауды тағуға да болады екен. Сондай-ақ бұл жерде айта беретін болсам, өте көп пайдалы ақпарат, өте көп бұл кітаптың ішінде. Оның барлығын сіздерге айта беруге әрине уақыт жетпейді. Сондықтан да мен өзіме ұнаған, маған таңсық болып көрінген, осы уақытқа дейін білмеген жаңағыдай салт дәстүрлерді айтып кеттім. Әрине кітабын оқысаңыздар, одан да көбірек мәлімет, ақпарат жинайсыздар міндетті түрде. Сондай-ақ осы кітапты оқып бітіргеннен кейін Зейнеп апамыздың ойынша әрине бұл кітапты жаңағыдай мынау тыйым дұрыс емес, мынау салт дәстүр мұндай емес, бұл бұрыс, біздің жақта олай емес, біздің жақта негізі былай деп айтатын адамдар әрине табылады дейді. Мен ол кісіге сенемін, әрине ондай жаңағы олай айтатын адамдар табылады. Сондай-ақ бұл кісінің айтуы бойынша дегенмен біздің жақ деген ол қай жақ дейді. Сонда бөтен ел, жұрт па, осыны түсінбеймін дейді. Сол жөнінде мынау Бауыржан Момышұлы атамыздың керемет айтылып кеткен сөзімен аяқтағым келіп отыр осы видеоны. Ол кісі қазақтың салт дәстүр әдет ғұрыптарында үлкен ауытқу болмағанымен әр өлкенің өзіне тән өзгешеліктері бар дейді. Ол заңды құбылыс. Өйткені қазақ халқы тарих жолында томаға тұйық өмір сүрген жоқ. Әртүрлі халықтармен шекаралас, көрші, қоңсылас тіршілік етті. Олардан ештеңе жұқпады деп кесіп айта алмайсың. Содан кейін әр таудың өзіне тән қиясы болатыны секілді, сондай-ақ әр өңірдің өзіне қатысты жер жағдайына байланысты табиғатына, соған орай тіршілік үрдістері адамның санасына, әдет дағдысына, тіпті киім үлгілері мен тамақ түрлеріне дейін өз таңбасын ізін салады дейді. Оны ескермей түсінбестен біздің жақтікі дұрыс, сіздердікі дұрыс емес деп айтуға ешкімнің де хақысы жоқ дейді. Бұл үлкен надандық. Ұлыстық, рулық санадан көтеріліп, бір тұтас ұлттық деңгейден қарасаң, сол өзгешіліктің бәрі қазақтікі дейді. Оны басқа ұлт жасап берген жоқ. Қазақ қалыптастырған, қазақ пайдаланған. Олай болса, ала қойды бөле қырықпай, бұл біздің қазақтікі деп ауыз толтырып айту өзі бір өз қазақтың тұтастығына ауадай қажет деп 1974 жылы жазып кеткен екен ол кісі. Сонымен тағы да айта кететін нәрсе, осы Зейнеп Ахметованың сұхбаттары осы өте көп емес, саусақпен санарлық қана. Соның ішінде ең кереметі, мен сіздерге кеңес беретінім, мынау Асқар Садырбайға берген сұхбаты өте керемет шыққан. Оның ссылкасын мен міндетті түрде төменде қалдырып кетемін. Ерінбей көрсеңіздер болады. Осымен бүгін сіздерге Зейнеп Ахметованың Күре тамыр атты кітабы жайлы дайындаған шағын ғана ақпаратым бүгінге осы ғана. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Пікірлеріңіз болса, төменде комментарийді қалдырып кетіңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.